Әруақ деген жоқ деп жүрген. Адам өлгеннен кейін әруақ болады. Мына тарихи дәлелдеу деген болады бір нәрсені. Ол елдің жазғанына анау үй деген, мынау бүй деген ғой деп дәлелдейсің. Ол тыңдап отырған адам саған нанама, нанбама білмейсің. Өйткені сен оқып отырған, ол оқымаса, мынау қайдан айтып отыр дейді. Өйткені өзінде сөз түсінетін бір деңгей болу керек. Ол деңгей жоқ адамға қазір айтсаң, қазір кітабын оқымаған адамға ona өйтіп миына кірмейді ол бәрібір. Ол тіпті оқыса да түсінбейтін мүмкін. Өйткені ар жағында дайындық жоқ. Бірақ енді кез келген адам дүдәмәлдікке қалатын бір нәрсе бар. Мысалы орыстар айтады. Татар моңғол езгісінде біздің халық 300 жыл болды дейді. 300 жыл деген енді оңай емес қой, 3 ғасыр. Өзін айтып отыр. Өзін айтып отыр. Ал енді мен айтамын, жақсы. Ол осы моңғол деп айтады енді олар. Сол моңғол сені 300 жыл бейілсе, орысқа сіңген моңғолдың 3 сөзі бар ма дейді. 3 сөз жоқ. Ал саған қандай сөздер енді деймін. Мысалы сендер қаптан дейсіңдер. Оны біздің бабаларымыз қаптан деген. Тәннің қабы, сыртқы қабы. Сендер іштан дейсіңдер. Біздің бабаларымыз іштан деген. Тәннің ішкі киімі. Өнен кейін, мен бұны деймін, аспаннан алып отырған жоқпын. 11-ші ғасырда жазылған Мұхаммед Қашқаридің кітабын оқы, түрік сөздігі деген. 11-ші ғасырда өзінің халқының сөздігін жазған түріктен басқа халық жоқ. Демек, о заманда озық болған халық бұл. Соның сөзінде осы екеуін де айтады. Қаптан, іштан. Және оны қой деймін, йогурт деген сөз жүр деймін. Ол ұйыған құрт, сұйық құрт деген сөз. Бұлайша айтқанда. Сендер оны кімнің сөз екенін білмесін пайдаланып жүрсіңдер. Жарайды, оны да қой деймін. Киімнің қыртысын жазатын құрал дейді, үтік дейді. Біз орыстікі де жүрсіңдер ғой сендер деймін. Ол біздің түріктің сөзі. 11-ші ғасырда жазып кетті. Мен барып жаздырған жоқпын ғой. Көрдіңіз? Жарайды, оған да таңдамай қой деймін. Малдың шикі майы, жер дейді. Жердің орыстың сөз емес екенін тіпті қазақтың өзі де ұмытып қалды қазір. Сен бір шыр бітпеген ит екенсің дейді. Шыр деген жер. Май деген, майың жоқ, іштемең бір маңызды іштемең жоқ деген сол ғой, шыр бітпеген. Жерден қалған жалғыз сол сөзі бар. Ал енді айта берейін ба деймін, буқ деген де сол. Ана алғашқы Атиланың баратын Польшадағы тоғай бар ғой. Сол жерде ақ үй тігіп отырған біздің аталарымыз. Қазір Венгрия дейміз, ол кезде Полония деген. Осының бәрі енді қайдан шығардың мен? Жарайды. Қапқан деген сөзді сен шығардың ба? Ол қазақтың сөзі екеніне. Бұл моңғол басқа түріктің де сөзі емес. Именно қазақтың сөзі. Сонда сені билеген алтын орда кім? Шыңғыс ханның ұрпағы. Демек Шыңғыс ханның ұрпағы кім? Қазақ. Қазіргі қазақ. Сөзден қашып құтыламайсың ғой, басқаның жарайды. Сөз тұр ғой. Олжас 1500 сөзін тапты орыстың, қазақтың сөзі екенін төбірі. Моңғолдан 3 сөз жоқ. Демек, моңғол деген халық болған емес. Оның тілі де жер қойып, бұл моғол. Сені билеген моғолдар, Шыңғыс ханның ұрпағы деймін.